Алуан аудан бар, табыстары әртүрлі. Ашығын айтуымыз керек, осыған дейінгі бюджеттік саясатта біздің ауылдарымыз ауданға, аудандарымыз облысқа, облыс республикалық бюджетке жәутеңдеп келіп еді. Енді не өзгереді? Экономикалық бюджеттік саясат қалай болмақ? Астана қанша береді екен деп жәутеңдеп келген өңірлеріміз экономикалық бюджеттік саясатты біз айтып отырған қалай пайдалана алады? Өзгерістер бар, бірақ сол қалай жүргізіледі? Одан бөлек орталықсыздандыру саясаты қазақстандықтарға не береді? Дәл осы біз айтып отырған орталықсыздандыру экономикамыздың және өңірлердің өміріндегі драйверге айнала ала ма? Мемлекет басшысы қойып отырған талаптарды орындап, өңірлердегі әкімдер өзінше жұмыс істеп, сол өңірдегі өндірістің дамуына шынтуайтымен атсалысып, пайдалана ала ма, осы мүмкіндіктерді қолдана ма? Сұрақ көп, талқылап көрсек. Ассалаумағалейкум. Спикерлер бағдарламаның басында айтып отырған осы кіріспеден-ақ өздеріңіз түсінген шығарсыздар, қай әңгіменің төңірегінде әңгіменің түзелетінін. Бірден сіздерді таныстырып өтсем, парламент мәжілісінің депутаттары Нұртай Сабильянов ағамыз және де Нұржан Әшімбетов мырза. Экономикалық зерттеулер институты өмір сапасы орталығының директоры Нұрболат Құрметұлы және сонау шығыстан келіп отырған ауыл аймақтарды дамыту қорының директоры Серік Жүнісов. Серік енді сол шығыстағы жаңағы өмірдің бір кішкене болса да серпінді түрде дамуына атсалысып жүрген азаматтардың бірі. Бұл жаңалықты сіздерді асыға күткен шығарсыздар. Әсіресе мынау біздің аудан әкімдері үшін бұл бір үлкен жаңалық болды, мемлекет басшысының жолдауындағы. Дегенмен біз мынаны айтуымыз керек. Мысалға, өңірлерді дамытсақ деп барынша қолдау көрсетіп келе жатырмыз. Ауылдық өңірлер, аудандық өңірлердегі бәсекелестікті, экономикалық жарысты дамыту үшін мысалға бір араларында бір үлкен бір қозғалыс болсын деп қаншама субвенция бөліп келе жатырмыз. 10 жыл ішінде, соңғы 10 жыл ішінде әсіресе ол көбеймесе азаймай келе жатыр. 2013 жылдан бері ұдайы үдемелі түрде, перманентті түрде өсіп келе жатыр. Осы тұста Айқын редакциясының мен сіздерге жасаған мына бір графикасын ұсынғым келеді. Мінекей, елдегі ең көп субвенция, яғни мемлекеттен қолдау көріп келе жатқан өңір бұл Түркістан облысы. Ол түсінікті, себебі Түркістан облысын біз жалпы түркі халқының астанасын қылуға талпынып келе жатырмыз. Одан кейін Шығыс Қазақстан облысы, мынау солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарына да байқасаңыздар субвенция қолдау аз емес, өте көп. Бірақ өздеріңіз көріп тұрсыздар, өзгеріс шамалы. Әсіресе мына кейінгі, мен Түркістанды айтып отырған жоқпын, кейінгі өңірлерде. Себебі неде деп сұрағым келеді бірінші кезекте. Субвенцияға отырып алған, бюджетте миллиардтарды алып жатыр, мінекей. 380 миллион, 400 миллион. Енді алдағы керек десеңіздер миллиард. Енді керек десеңіздер 2023 жылы Түркістанға триллион ақша бөлінеді, 1 триллион. Одан кейін 25 жылы 1 триллион 103 миллиард ақша бөлінеді. Қызылорда облысында 433, ең аз қаржылай қолдау Ұлытау облысы, Павлодар, Маңғыстау 51 миллион. Миллиард. Неге қажет деңгейде эффект жоқ? Қалай ойлайсыздар? Нұртай мырза. Жалпы мына өңірлерді дамыту үшін жергілікті бюджеттің түсімі жоғары болу керек. Осы саясат ұстанып, мемлекет қазіргі кезде жергілікті бюджетке назар аударып жатыр. 20 жылдан бастап мына корпоративтік табыс салығы деген бар, шағын және орта бизнес түсетін. Осыны жергілікті бюджетке берді. Бұл түсімін көбейтті. Ал міне енді президенттің жақындағы жолдауында мына қосымша құн салығында осылай жергілікті бюджетке беруді тапсырып отыр. Бұл да жергілікті бюджеттің түсімін көбейтеді. Ар жағында жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын жобалар бар, істелетін істер бар, осыған жұмсалатын болады. Яғни жергілікті мәселелерді шешуге үлкен өзінің себебін тигізеді. Ал қазіргі жағдайда мысалы субвенция алып отыр облыстарда. Әрине ол мысалы 70%-ын республикалық бюджеттен алады. Біз заң республикалық бюджет талқылаған кезде осыны қараймыз, жан-жақты талқылаймыз. Бірақ жылда айтылады, ана облыстың әкімдеріне осы бюджеттің жаңағы субвенцияны азайту керек, кәсіпкерлікті дамыту керек, түсімді, бірақ онда ешкім қимылдап көрген. Керісінше көбейіп жатыр. Енді бір жағынан жергілікті бюджетке беретін болса, ол жауапкершілік, өздеріне алатын жауапкершілік болады. Сол ақшаға жауап береді.
Екінші жағынан ол өзіне мысалы жаңағы жергілікті бюджет көбейту үшін салық жеңілдіктері бар, жергілікті бюджетке соны өзі белгілейтін болады, құқық берілетін болады. Біз бұған сәл кейінірек тоқталамыз. Сіз енді 5 ауданды басқардыңыз, бір қаланы басқардыңыз. Сіз қалай ойлайсыз? Неге нақты нәтиже, эффект жоқ? Мен кейінгі сұрақты осыдан кейін қойғым келіп отыр. Неге бюджетте мысалы қаржыландырып жатыр? Жаңа Нұртай мырза айтты, 70%-ке дейін мемлекеттен ақшаны алады. Беріп жатқан салықтар да жоқ емес. Беріп жатқан одан бөлек мысалға өңірлерде, ауылдарда әсіресе өздеріңіз білесіздер, мына субвенциядан біз белгілі бір деңгейде бас тартқымыз келіп отыр алдағы уақытта. Бас тартқымыз келіп отыр. Мысалға ауылдарға барсаңыз, Шығыс Қазақстан облысына барсаңыз, тау-кен орындары қаншама. Бірақ аудандар соның бір тиын қызығын көріп отқан жоқ. Ауылдар соның бір тиын қызығын көріп отқан жоқ. Мемлекет басшысы бұл білмейді емес, біледі, білгеннен кейін осындай жаңа бюджеттік саясат қарастырып отыр. Бірақ осыған дейінгі қателігімізді түзеп алайықшы алдымен біз. Өте дұрыс мәселені қозғап жатсыздар. Біз енді ауылдық округтерден бастасақ, қазіргі күні 4-ші уровень дейді, 4-ші деңгей, ол ауылдың округтеріне қаражат бюджет ашылды. Бюджет ашылды. 18-ші жылдан бастап, оларға қазір 6 түрі салықтарды берді. Енді бірақ та ауылдық округтермен сараптама жасасақ, оларға тек қана 10, кейбір округтерде көп халықтар тұратын жерде 30%-ға дейін ғана өздерінің ағымды бюджетті ғана жабады. Бізде бюджеттің 2 түрі бар, білесіз. Ағымды бюджет, текущий бюджет дейді, сосын бюджет даму, развитие дейді. Сондықтан ағымды бюджет ол өздеріне керекті ақшаны олар дотация ретінде жоғары бюджеттен алады. Сондықтан ауылдық округті алсақ, қазірден бастап, қазір міне уже округтер үйренді, бухгалтерлері бар, есеп біледі, налогтар жинау. Анда тағда бірнеше түрлері салықтарды соларға беруге олар дайын. Сондықтан менің ойым осы ағымды бюджет деген ол ауылдағы жолды уақытында тазалау, жарықтандыру, суды эксплуатация, водопровод, су кәріздерді уақытында жұмыс жасатқызу. Сондай мәселелерді аппараты бар, соны мәдениет үйі бар, соны бәрін ауылдық бюджетіне, соны жеткілікті, соны өздеріне пайдаланатын ақша бар. Енді аудан болады. Бар емес, болады ғой ендігіде. Болады. Ендігіде болады. Соған бара жатырмыз. Енді аудан деңгейге алсақ, аудан, қала бюджеттеріне. Олар да қазір түскен табыстары, доходтары бюджеттен салық ретінде. Оларды жеткіліксіз. Жаңа айтып отырмыз ғой. 70%-ға дейін олар облыстық деңгейден аудандық қала бюджетіне түседі. Қазір біз айтып отырмыз, аудан әкімдерін биылдан бастап сайлаймыз. Оларда сайланғаннан кейін олардың өздерін айтамыз ғой, өздерін қолдары ашық болу керек, өздерінің шешімдері өздері шығаруға сондай мәселелер болуы туғызу мүмкін. Бірақ та олар бюджеттері жоқ болса, олар қандай шешім шығаруға? Шығара алмайды. Сондықтан да қала аудан бюджетке сондай шешіммен беру керек. Жаңа Нұртай мырза айтқандай, біздің әріптесіміз, егер осындай налогтарды, салықтарды біз аудандық, облыстық деңгей беретін болсақ, оларда қызықшылықтары болады. Көбінесе налог кімнен түседі? Налог ол кәсіпорындардан түседі. Кәсіпорындар дамитын болса, кәсіпорындар, олардан көбіректеу налог түседі табыстары. Сондықтан оларда қызықшылық болады. Қазіргі күні республикалық бюджетке түсетін болғаннан кейін, олардың ауданыма кім кетсе де маған бәрібір деп немқұрайлы қарайтындар жоқ емес қой. Президенттің жолдауында айтылған былтырдан бастап корпоративтік налогты эксперимент ретінде жергілікті жерге берген 30%-ға өсіп кетті бір жылдың ішінде. Республика түскенде бір түрі 30%-ға өсіп кетті. Ол не деген сөз? Ол жергілікті атқарушы органдарға қызығушылық білдіреді. Салықтар өздерін түсетін болса, олар бизнесті дамытуға, басқа да мәселелерді дамытуға соған атсалысады. Президент мүлдем жаңа экономикалық бюджеттік саясатты қалыптастыруды тапсырып отыр. Одан бөлек мынау мемлекеттік басқаруда орталықсыздандыру керектігін айтып жатыр. Қазірден бастап қолға алынып жатыр ғой. Осы тұста Нұрболат мырза, бұл қанша уақыт алатын процесс, қанша уақытта қалыптасады біздің енді бір шамамен? Енді өздеріңіз білесіздер, 2020 жылы Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқару
тұжырымдамасы бекітілген болатын. Сол тұжырымдама бойынша кезең-кезеңмен осы орталықсыздандыру жұмыстарын жүргізу жоспарланған болатын. Енді жаңа әріптестеріміз айтып отыр, жаңа біріншіден жаңағы ауыл әкімдерін сайлайтын болды, оларға жаңағы салықтардың түрін бердік. Енді аудан әкімдерін сайлаймыз деп, биылғы жылы екінші жартысында аудан әкімдерін сайлаудың процесі басталады. Негізі пилоттық режимде өтеді деп отыр. Ол пилоттық режимді аудан облыстың мәслихаттары өздері анықтайды дейді, пилотты аудандарды. Негізі қазіргі мынау Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі дамытудың тұжырымдамасы 2025 жылға дейін деп жасалған. Мен ойлаймын 2025-2030-ға қарай бұл процестердің барлығы 25-30-ға дейін уақыт алады деп отырсыз ғой. Осы барлығы қалыптасып, өзінің орнын табады. Бірақ орталықсыздандыруға келейікші, мысалға біз орталықсыздандыру деген жеріміз алып, дархан дала, ұшқан құстың қанаты талады. Орталықсыздандыру саясат жүргізілейін деп жатыр. Халқымыздың саны бар жоқ 19 миллион. Бұл қаншалықты нәтижелі болады деп ойлайсыздар? Ойлап қалдыңыздар ғой тегі. Менің ойымша, енді мен ауыл тұрғыны ретінде, енді менің жеке ойым, бүкіл ауылдардың, біздің ауданымыздың, басқа аудандардың бірақ қана мәселесі бар, бұл тұрақсыз экономикасы. Біздің барлық ауылдық мекендердің экономикасы өзін-өзі қамтамасыз ете алмайды. Егер де біз Қазақстанның аудан әкімдеріне бір сұрақ қоятын болсақ, сіздер өздеріңіздің аудандыңыздың өзін-өзі қамтамасыз ететіндей экономикаға қай жылы және қай жолмен жететін білесіз бе деген сұрақ қойсаңыз, ол сұраққа жауап бере алмайды. Өйткені оған ондай біріншіден талап қоймайды, екіншіден ол өте қысқа мерзімді жоспарлайды, 1 немесе 3 жылға. Бұл негізгі мәселе. Әкімдер ауыса береді, ондай талап қойылмайды. Көбінесе орталықтан бір құдықтан су алғанда бюджеттен ақша ала береді. Көбінесе менің ойымша қазіргі кездегі, мен көп ауылдық аймақтарды аралаймын, әкімдерді қарағанда көбінесе әлеуметтік саланың мамандар, әлеуметтік саланың эксперттер, бірақ та экономика бүкіл жердегі проблемаларды шешеді. Иә. Сол себепті Қазақстанда ауылдық аймақтарда экономикасының жағдайы өте мүшкіл. Медиандық табысы ауылдық аймақта 52 мың теңге, яғни бүкіл ауыл тұрғындарының жартысы 52 мың теңгеден жоғары жалақы алады, жартысы 52 мың теңгеден төмен жалақы алады. Ауылдық аймақтардың әрбір үшіншісі өз бетімен жұмыспен қамтылған болып есептеледі. Бұл негізгі мәселе. Серік мырза, сіз бұл жалған ақпарат айтып отырған жоқсыз ба? Қазір Қазақстандағы ең төменгі жалақы 85 мың теңге болып өзгертілді. Жоқ, бұл медиандық табыс деген, бұл бүкіл егерде ауыл тұрғындарын алатын болсаңыз, сіз жалпыға бөліп айтып отырсыз ғой, ол түсінікті ғой. Тең жартысы 52 мың теңгеден төмен алынған, осыған дейін тең жартысы 52 мың теңгеден жоғары. Қалай медиандық табыс, ол барлығы 85 мыңнан алатын болсын, медиандыққа бұл 2022 жылғы ақпарат. Қазіргі кезде енді ең төменгі жалақы мөлшерін көтерді ғой. Енді менің ойымша келесі жылы ол өсетін шығар. Бірақ та бүгінгі күнге ақпарат осындай. Сіздің ойыңызша ауданға дербес бюджет берген күннің өзінде бәрібір сол жаңағы орталыққа мойынсұнуын, алақан жаюын қоймайды? Аудан өз шығындарын өзі қамтамасыз ету үшін оның тұрақты экономикасы болу керек. Экономика жұмыс істеу керек. Ол үшін аудан әкімдеріне нақты экономиканы жұмыс етуге бір стратегия керек. Ондай құжат негізі аудандарда жоқ. Құжат ретінде ол қабылданбаған. Екінші жағдай, бізде ауылдарда ауылдық экономика кластерларын дамыту үдерісі қатты дамымаған. Көбінесе бізде ауыл шаруашылық, жаңа экономика түрлерінде дамыту жоқ. Сол себепті менің ойымша, егерде біздің еліміздің бүкіл аудандарына ұзақ мерзімді экономикасын тұрақтандыру бойынша стратегия жасасақ, сол кезде біз нақты әрбір ауданның өзін-өзі қалай экономиканысын және қашан қамтамасыз ете алатынын біле аламыз. Әзіргеше енді білмеймін, экономика институтында ондай ақпараттар бар шығар, бірақ та мен ондай ақпарат көрген жоқ. Бізде бір облыстың деңгейінде салық төлеп отырған аудандар бар, бір ауылдың деңгейінде салық төлемей отырған аудан бар.
мысалға аудандар бар. Олардың жағдайы ертең мысалға жергілікті бюджет солардың қолына берсек қалай болмақ? Үзілістен кейін талқылайықшы. Біз мына жергілікті дербес бюджет саясаты мен орталықсыздандыру саясатын талқылап жатырмыз, қымбатты көрермен. Енді жаңағы экономикалық бюджеттік саясат мүлдем басқа арнада жүргізіледі. Бізде алдағы уақытта қазірден бастап неке нақты тапсырмалар бар. Бұл әсіресе мына өңірдегі аудан, алыстағы шалғай аудандағы ауылдағы тұрғындардың өміріне тікелей әсерін тигізеді деп ойлаймын өз басым. Мысалға үлкен кен орындары бар аудандар бар бізде. Ұлытау облыстарында, Қарағанды облыстарында сондай үлкен аудандар бар. Бірақ та сол аудандарға барсаңыз, енді қарның ашиды. Қарап көзіңе жас келеді. Жолының тоз-тоз шыққан. Мәдениет үйіне барсаңыз, қабырғасы қақырап жатыр, құлап жатыр. Мектептерінің жаңағы едендерін білесіздер, шұрық десік деген сияқты. Су тартылмаған, газ туралы әңгіме айтудың өз қажеті жоқ. Енді сол жаңағы миллиондап, тіпті миллиардтап бюджетке ақша құйып отырғандар сол ауданнан қаржыландырылады ғой. Енді ауданға түсетін болып тұр ғой салығы. Осындай үлкен алпауыт мекемелердің. Жоқ. Мұны айтпас бұрын, мына мемлекет басшысының мына бір мәселесін корпоративтік табыс салығынан және басқа төлем түрлерінен түсетін кірістің бір бөлігін өңірлерге беруге оң нәтиже көрсетті. Корпоративтік табыс деген жаңа біз айтып отырған алпауыт компаниялар, иә? Жоқ. Қазір. Сондықтан реформаның келесі кезеңде осы норманы өзге де салықтарға, оның ішінде қосымша құн салығына да қатысты қолдану қажет. Мұндағы міндет бюджеттің екінші деңгейіне кем дегенде 2 триллион теңге қосымша қаражат беру. Екінші деңгей дегеніміз жаңағы облыстық әкімдіктер ғой. Кезең-кезеңмен жүргізілген фискалды орталықсыздандыру жұмысының нәтижесінде жергілікті бюджет кірісінің құрылымдағы республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттің үлесі орта есеппен 25%-ға дейін төмендеуге тиіс. Қазір 50%-ға жуық, яғни трансферт болашақта мемлекеттен қаржыландырылатын ақша 25%-ға дейін төмендеуі тиіс. Енді қарапайым ғана сұрақ қояйын, осыған дейін қалай еді, енді қалай болады? Жалпы жаңағы корпоративтік табыс салығы дейміз, ол жергілікті бюджетке түседі де, оның 50%-ы облыстық бюджетте қалады да, 50%-ы аудандық және де облыстық маңызы бар қалаларға бөлінеді. 50%. Қазірде егерде қосымша құн салығы да сондай тәртіппен берілетін болса, ол да солай болады. Ешқандай өзгеріс болмай ма? Қалай түсіндірдік? Жоқ, ол көбейтеді. Түсіндіріп айтып беріңіз. Қарапайым тілмен айтқанда, егерде жаңағы сіз айтқан аз салық жинайтын немесе кен орындары жоқ, жаңағы кәсіпорындары жоқ аудандарға жаңағы облыстық бюджетке түскен қаражаттан бөлініп отырады. Бөлініп отырады. Жеке дербес. Ал қалған аудандар өзінен сол 50% түсетін қаражатын көбейтуге мүмкіндік алады. Сонда жалпы жағдай жақсарады деген сөз ғой бұл жерде. Одан кейін тағы да бір айта кетейін, жаңағы тиімділігіне байланысты. Республикалық бюджеттен ақша алып отыр, жергілікті бюджет, иә, және неге олар бейжай қарап отыр? Өйткені республикалық бюджеттен қаражат алады, мысалы ауыз суға, мысалы 10 миллиард жұмсайтын болса, жолға, мысалы 5 миллиард жұмсайтын болса, сол жобаларды қаржыландыру үшін олар сол республикалық бюджеттің ақшасын жұмсайды. Және де ол бір жылдан кейін олар алады да жергілікті бюджеттен тағы да үстіне қосып жібереді. Құны көбейді деп. Міне жемқорлық бұл жерде. Сондықтан да міне осы болмау үшін жауапкершілік бүкіл облыс өздеріне, облыстың әкімдері мен аудан әкімдерінде болады жауапкершілік. А қазір қалай? Республикалық бюджеттен ақша алды, жетпей жатса, жергілікті бюджеттің ақшасы, түскен ақшасын соған қосып, ана 1 миллиард тұратын, құны тұратын ауыз сумен қамтамасыз етуде олар 2,5 миллиард қалады аппарат. 5 жыл салады, көпірді 10 жыл салуы мүмкін. Көрдіңіз ба міне? Осындай келеңсіз жағдайлар көп болып жатыр. Ал республикалық бюджеттен жаңағы құнын көбейтуде біз тыйым салып тастағанбыз. Жергілікті бюджеттен олар көбейте алады. Енді бұрынғыдай 10 жыл салу, 5 жыл салу деген мәселе болмайды ғой. Мемлекеттік сатып алу туралы заң келесі жыл түгелімен өзгереді. Ондай болмайды, жауапкершілік қарастырады. Мемлекеттік сатып алу заңы биылдың өзінен бастап біз президент өзінің жолдауында 3 жылдың ішінде барлық шаруаларды, міндеттерді атқарып бітіп тапсырып отыр. Енді ұзақ стратегиялық маңызды мәселелерге жеке уақыт белгілеймін деді ғой. Иә. Оның кейін тағы бір айтатын нәрсе, бұл жерде мемлекеттік сатып алу заңын біз қатайтып қойылатын талаптарды күшейтетін болсақ та, айналып келгенде адами фактор бар. Бұл жерде әрине әкімдердің, мемлекеттік органдардың басшыларының жауапкершілігі сонымен бірге жемқорлық болмау керек. Бұл жемқорлық басқа тақырып, ең ауыр тақырыптың бірі ғой. Өйткені жергілікті бюджетке осы көп әсер етеді. Осыған дейін жоғарғы... Айтыңыз. Енді қарапайым сұрап отырсыз ғой. Бізде қазір қалай болып тұр? Міне Нұртай әріптесіміз айтып отыр ғой.
республикалық бюджетке бәріміз бағынып келеміз. Облыстардан міне республика бюджет қаралған кезде Минфинге барады, Министерство индустрия проектілі жобаларды сұрайды. Анаған берінші, маған берінші, қорғайды дейді. Енді бүгінгі күні мен ойлаймын, егер біз қаражатты облыстық деңгейге беретін болсақ, онда жүгіріс тоқталады. Республика трансферттер тек қана үлкен ірі инвест проектлерге ғана түседі. Газопровод болсын, үлкен су құбырлары болсын, сол трансферт ретінде осындай или үлкен аурухана салу бойынша сондай проектлерді негізі республика деңгейде трансферт ретінде сосын қаражаттай береді. Осы кішірек проектлер, облыс деңгейде өзі шешетін мәселелер, олар трансферт ретінде қаражат егер қалатын болса, облыстар өздері шешеді. Бізге енді аудандарға, мысалға аудандарға не керек бірінші керек? Енді аудан қалаға деңгейге жақсы төтенше жағдай, мысалға өрт сөндірушілердің орталығы керек, жақсы жол керек. Оның барлығын бәрібір ақырында аудандар шешпейді, республикалық бюджет шешетін болып тұр ма сонда? Облыстық бюджет шешеді. Облыстық мектепті сонда ауданның дербестігі қайда қалды? Денсаулық сақтауды облыстық қаржыландырады. Сондықтан да жаңағы президенттің жолдауында айтылған аудандық бюджетке жаңағы басқару құқығын беру керек әкімдерге, аудандық бюджетті деп. Мәселе сонда қазір ауданның әкімінің қолында. Нұртай мырза, мәселе сода ғой, шынымен өзіңіз айтып отырсыз, бірақ бұл жерде бір қарсылық бар сияқты. Қарсылық бар әрине. Парадокс. Қараңыз, аудандық бюджетті ауданның әкімі өзі бөле алады, бірақ ақшаны беретін бәрібір облыс болып тұр ма? Облыс болып тұр ғой. Бұл жерде аудандан сонда не өзгерді? Аудан өзі жоқ, енді басқаша өзгереді. Қалай? Енді дербестік жаңа жолдауда айтылды ғой, аудандық жаңағы аудан әкімдеріне жергілікті бюджетке басқару құқығын беру керек деп. Яғни жаңағы денсаулық сақтау, мысалы мектептерді мәселесі, білім саласына байланысты бөлінетін қаржылар аудандық бюджетте болуы мүмкін. Өздері сала береді ғой, жаңа мен айтып отырған мәселе сол. Өздері қаржыландырып, мектепте, ауданның ауруханасында, мысалға жаңағы тағы не бар ауданда? Қазір қараңызшы, мысалы салу деген енді оған келмейтін шығар. Күрделі жұмыстар өткізу бүгінгі күні аудан қала әкімдері шеше алмайды. Олар жаңа айтып отырмыз ғой, облыстар министерствоға жүгіреді, қала аудан облысқа жүгінеді, сосын жүреді кабинет. Орталықсыздандыру деген негізі осы. Орталықсыздандыру деген осы. Мысалға, Нұржан мырза, қараңыз. Ауданда бір оқиға болып болады, ауруханада, төтенше жағдай, кәсіпкер, қаржы мәселесі, салық мәселесі аудан әкімінен сұрайды. Аудан әкімінен сұрайды. Бірақ ода қаражат жоқ. Ал жаңағы бюджеттік дербестікке келетін болсақ, бәрібір тек қана сол сіздің ойың айтуыңызша, бәрібір күрделі жөндеуден бір максималды қаржы емес, минималды қаржыны ғана дербестік түрінде беретін болып тұрмыз, солай ма? Бұл онда орталықсыздандыру қайда қалды? Дербестік қайда қалды бюджетте? Бюджетте былай, аудандық бюджетте, мысалы, әкімдердің өздерінің резерві болады. Сол резервтен жұмсауға, мысалы, жаңағы төтенше жағдайлар, мысалы. Ол резерв онсыз да бар емес пе? Қазір де бар ғой. Мысалы, білім саласына байланысты, денсаулық сақтауға байланысты олар ақшалар жұмсай алмайды. Үлкен резерв жоқ қой бәрібір. Жоқ, жұмсай алмайды. Бәрі облыстық бюджетте тұр ғой қаражат. Ендігіде? Ал оны өзгерту үшін, білім саласына беру үшін, бір мектепке бір есік ауыстыру үшін облыстық бюджетті өзгерту керек. Мысалы, немесе бір ауылдағы медпунктті, немесе аудандық аурухананы жөндеу үшін облыстық бюджетті өзгеріс жасау керек. Ол жаңағы сонда толық дербестік беріп отырған жоқпыз ғой. Толық дербестік беріп отырған жоқпыз ғой. Жоқ, толық. Енді берілуі мүмкін. Жолдауға сәйкес. Бұл қазір біз мысалы Қатон-Қарағайдың мысалында айтсақ, немесе басқа аудандар мысалында айтсақ, үлкен мәселе. Мысалы біз ауылдың мектептерін ниш стандарты бойынша жабдықтап жатқан кезде аудан әкімшілігі қарапайым есіктерді ауыстыру бойынша немесе жөндеу жұмыстарын өткізе алмайды. Өйткені бұл облыстың бюджетінен. Сол себепті бұл жерде енді барлығы облыстық бюджетіне, аудандық бюджетіне, республикалық бюджетіне бір бюджет болған соң, егер де шынымен де аудан әкімдеріне дербестік және тәуелсіздік берілетін болса, онда осы облыс пен аудан арасындағы осы мәселелер шешілсе, онда дұрыс болатын шығар.
Меніңше біз көрерменді шатастыруымыз керек. Бұл жерде мемлекет басшысы бюджеттік дербестік деп нақты дербестікті айтып отыр. Дербестік дегеніміз ол бүгін ертең қабылдана салатын мәселе емес. Белгілі бір деңгейде жаңағы үзілді, кесілді жаңағы бірден бас тарта алмайды облыстық бюджеттен. Бірақ белгілі бір деңгейде жаңағы сіз айтып отырған Нұрболат мырза, 1 жыл, 2 жыл кезеңімен міндетті түрде толығымен дербестікке алып келеміз біз. Мемлекет басшысының айтып отырған осы, біз үзілістен кейін қайтып ораламыз. Бірдеміз бюджеттік трансформация, яғни өзгеріс, алдағы саясат, бюджеттік саясат, бұдан бөлек жаңағы орталықсыздандыру тақырыбын талқылап отырмыз. Негізінде мысалға бізді көріп отырған көбіне ауыл тұрғындары шығар деп ойлаймын. Әсіресе ауыл халқы, оларға жаңағы өзіміз айтып отырған мәселе ғой. Қыста қар тазаланбайды, жаңағы қажетті керек жарақ жабдықтар бөлінбейді. Аудан орталықтарында да сондай халық улап-шулап барса, біз облыстан қаражат сұраттық, ғана міне күтіп отырмыз деген. Енді болашақта нақты айтқан кезде осы 2024-тен бастап бұндай мәселелер болмайды деп үміттенеміз. Өйткені дербес бюджеттік саясат қарастырылып отыр. Осы тақырыпқа қатысты қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Тікелей байланысқа қоссақ. Қайырлы түн. Түн болды ғой. Ассалаумағалейкум. Тыңдап тұрмыз. Уалейкум ассалам. Аты жөнім Нұрсұлтан Ғарышкер. Менің сұрағым Нұрсұлтан Ғарышкер. Тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмыз. Нұртай Салихұлы, менің сұрағым мынау мемлекеттік және квазимемлекеттік сатып алу туралы заңдарға байланысты. Бұл заңдар бойынша мынау жергілікті кәсіпкерлердің мүдделері мүлде қорғалмаған. Бұл екі заң бір жақты олигархтар мен кәсіпкерлер үшін арнайы жазылған заңдар. Бұл заңдарға жергілікті кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын баптар енгізсек, мынау аванс беру жайын міндеттесек, потому что қазір аванс бермеу жайын бермеу арқылы мынау жергілікті әкімдіктер болсын, министрліктер болсын, мынау кәсіпкерлерді банкке кредитке батуға міндеттеп отыр, мәжбүрлеп отыр. Осыған өзгерістер енгізсек. Сұрақ түсінікті ме, Нұртай? Түсінікті, өте орынды сұрақ. Бұл расында да солай. Өйткені қойылатын талап бар, жаңағы мердігерлерге қойылатын талап заңда. Сол талапқа сай келсе ғана ол жаңағы конкурсқа қатысып, жаңағы жобаны ұтып алады. Енді қазір біз осы парламентте сатып алу туралы, мемлекеттік сатып алу туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгіземіз. Жаңағы азаматтың айтқан ұсынысы міндетті түрде осы заңға енетін болады, және де басымдық жергілікті кәсіпкерлерге берілетін болады. Бірақ олардың жаңағы талапқа сай, оларда талапқа сай болу керек. Ол бір ручкасымен келіп маған бер деп айтпау керек. Оларда да техника болу керек, оның жұмысшылары болу керек. Талапқа сай болатын болса, соларға ыңғайлап, оларға басымдық береміз, және оларға тиісінше мүмкін басқамен салыстырғанда 5% ба, 10% ба мүмкін бағасын төмендету мәселесі де қарастырылады. Қазір талқыланып жатыр бұл. Енді осы тақырып жалғастырсақ, әкімдерге, жергілікті аудандық әкімдер, осы болашақта оларға енді бәрібір дербестік саясатын беріп жатсақ, орталықсыздандыру, олар сол кәсіпкерлерге мысалға салықтық жеңілдік жасай ала ма? Немесе салықтық қосымша мүмкіндіктер бере ала ма? Мінекей, хабарыңыз бар ма осыдан? Бұны қойып отырған себебім, жаңағы алыс шалғайдағы аудандар бар. Кейбір кәсіпкерлер барып өздерінің кәсібін сол жаққа тіркейін десе, өйткені жеңілдетілген кәсіп қарастырылған, аудандарда жеңілдетілген салық қарастырылған. Тіркейін десе, пара сұраған жағдайлар кездескен. Оны білесіздер жақсы. Тіпті ауданға жол атпай қойған кәсіпкер, аудан әкімдері бар, шенеуніктер бар. Бұған қатысты не дер едіңіздер? Қазір ондай жеңілдіктер қарастыру жоқ. Жергілікті бюджетке жиналатын салыққа қатысты жеңілдіктерді анықтау құқығын аймақтардың өзіне беру мәселесін қарастыру керек дейді. Қарастыру керек. Мәжілісте бұл жайында не айтылып жатыр? Бұл шара бизнестің дамуына үлкен серпіліс әкелмек. Ұсынылып отырған бастама өте маңызды. Осы себепті барлық әкім бюджетаралық қатынастардың жаңа үлгісіне көшу кезінде оның біртұтас мемлекетімізге тигізетін пайдасы және тиімділігі туралы ойлау керек. Біз мына жерде талқылап жатырмыз. Тереңінен кетіп, мысалға, осы айтып жатқан мәселелерді аудандағы әкімдердің өздері түсіне ме? Түсіну керек қой. Аудан әкім болса, оның үстіне аудан әкімдері енді жаңа мысалға Серік мырза айтып жатыр, аудан әкімдері көбінесе әлеуметтік қана мәселемен, мысалға осы экономикалық мәселелерден қаражат беретін болса, сайланатын болса, ол міндетті түрде түсіну керек. Енді жоғары білімді азаматтар бар ғой, тәжірибесі жинаған. Осы жолдауға байланысты айтатыным, бұл жерде қазіргі кезде мысалы
салық жеңілдіктері, жергілікті бюджетке түсетін салық жеңілдіктерін тек қана салық кодексі арқылы парламент өзгертіп, оны бекітеді. Қазір біз міне бүгін салық кодексіне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заң жобасын біз жұмысқа алдық. Енді осы заң жобасы аясында осы мәселені біз қарастырып, ол жергілікті бюджетке түсетін салықтың жеңілдіктерін атқарушы орган мен мәслихатқа аудандық мәслихат бар. Иә, олар беру керек. Өйткені ол жерде қандай кәсіпкерлер бар, қалай салық төлейді, сол жергілікті бюджетке түскендіктен де оны сол жергілікті бюджет шешу керек, әкімшілік шешу керек. Ол өзгеріс жасалынады. Қазір қарастырылып жатыр. Яғни енді нақты тапсырма беріліп тұр ғой, бұл жерде салыққа қатысты жеңілдіктерді анықтау құқығын аймақтардың өзіне беру керек деп тұр. Парламент осыны қарауға кірісті қазір. Қазір кірісіп жатыр. Бұны мен толықтыра кетейін. Мен енді былай теория жаңағы халықаралық тәжірибе жағынан келтіре кетейін. Бұл жаңағы президенттің айтқан жаңағы дербестіктерінің бір тетіктерінің бірі, яғни жаңағы аудан әкімдеріне, жергілікті органдарға өздеріне инвестиция тартуға, жаңағы кәсіпкерлерді тартуға, экономикасын жандандыруға беріліп отырған бір жақсы мүмкіндік деп ойлаймын, жақсы тетік деп ойлаймын. Көптеген дамыған елдерде бұндай тәжірибе кеңінен қолданылады. Дамыған елдерде, ал орталықсыздандыруға байланысты қандай тәжірибелер бар дамыған елдерде, әлемдік тәжірибеде? Бұл ауылдық аймақтарды дамытудың тек қана бір инструменті жергілікті аудан әкімдерін сайлау. Сонымен қатар жергілікті салық саясатын осы жергілікті қауымдастықтың өзі жүргізуі, бұл инструменттердің бірі ғана. Менің ойымша қазіргі кезде енді мен ауылдық аймақтарды өзім тұрам, көп аралаймын. Менің бір үрейім сайлау кезінде, аудандар әкімдерін сайлаған кезде, бірінші ретте қазіргі кезде қысқа мерзімді ойлайтын популистер, стратегиялық ой жоқ, экономикалық білімі терең емес адам аудан әкімі болып келсе не болады? Бұл дегеніміз, яғни бұл сайлау болмау керек деген сөз емес. Бұл яғни біз эволюциялық жолмен осы жақсы әкімдерді сайлап үйренуіміз керекпіз. Екінші жақтан, ауданның экономикасы, әлеуметтік саласы тек қана осы ауданның әкімнің біліктілігіне тәуелді болмау керек. Бір әкім келіп, ауыл шаруашылығын дамытып, келесі әкім келіп, туризм дамытып, үшінші әкім келіп, өнеркәсіпті дамытатын болса, онда аудан тұрақты үдемелі дамымайды. Сол себепті әкімдердің ауыспауына тәуелсіз біз бір ұзақ мерзімді ауданның стратегиясы болу керек. Бұл былайша айтқанда менің ойымша жергілікті ауданның қоғамдастығының, билігінің және бизнестің қоғамдық бір келісімі. Біздің әкімдерді қайта сайлаудың қандай қажеті бар болып қалады? Ұзақ мерзімді стратегиялық құжат қабылдап, осы құжатпен ғана, бағдарламамен ғана жүру керек десең. Егер де ондай қажеттілік қазір аудан әкімдерінде жоқ. Ондай қажеттілік жоқ. Сол себепті бағана біз мына экраннан үлкен мәселені көрдік. Субвенциялар жылдан жылға көбейіп келеді, аудандардың экономикасы одан тұрақты болып кеткен жоқ. Егер де олай жалғаса беретін болса, онда болашақта орталықтың аудандарды дотациялау мүмкіндігі біткен кезде, сол кезде ауданның болашағы қандай болады? Бұл негізгі мәселе. Өйткені аудан әкімдері және жергілікті бизнес қоғамдастық түсіну керек. Орталықтан дотациялар ауданға мезгілсіз келе бермейді. Ол бір күннің бір күнінде аяқталады. 25%-ға төмендейді деп айтып отыр ғой болашақта. 25%-ға төмендеген кезде аудан әкімі өзі ақша іздеп жүгіре бастайды. Бәлкім әкім болуға ниеті бар адам таппай қалуыңыз мүмкін. Кезінде мысалға Сингапур әбден енді ағылшындардың боданынан босап, енді ел боламыз деген кезде Ли Куан Юдің мысалға оппоненттері де болған жоқ қой, қолап келген кезде. Егер жаңағы сіз айтып отырған шалғай аудандарда бюджет болмаса, ақша түспесе, дотация келмесе, әкім болатын адам таппай қаласыз шынтуайтына келген кезде. Соқтан әкімнің өздері, бірақ біздің Қазақстанда жер байлығы, жерінің асты бай, мойындауымыз керек. Ақша жасаймын деген адамға, мысалға ферма ашам, кәсіпкер тартам, жер берем, анау олигополияның қолында кеткен, мысалы олигархтардың қолында кеткен жерлерді тартып алып, өзіміздің азаматтарға беріп, оларды мал шаруашылығымен айналыстырып, кәсіпкерлікті дамытып, өзім пайда тауып, бір істеймін деген адамға мүмкіндік көп қой, жоқ емес. Бар, ондай азаматтар бар қоғамда. Әкімдер жанашыр азамат болу керек қой, өз жеріне, өз ауданына жанашыр болу. Әрине жаңағы Серік бауырымыз айтқанда болуы мүмкін, бірақ халықтың көзі ашық, көкірегі ояу, аудан әкімін лайықты әкімді сайлап алады деп мен ойлаймын. Дұрыс істей алмаса, мәслихат алып тастай алады. Оның тетіктері болады. Егер де дұрыс істемейтін болса, егер жауапкершілік алмайтын болса,
егер қаражатты талан-таражға салатын болса, онда заңға өзгерістер мен толықтырулар оған енгізіледі міндетті түрде. Ондай әкімдер жұмыстан қуылатын болады. Ал егер халық сайлап, халықтың сеніміне ие болып, соны ары қарай да сол сенімге лайық жұмыс істейтін болса, онда ары қарай халық қолдайды. Мен аудан әкімдерінің сайлауына қарсы емеспін. Мен оны толыққанды қолдаймын. Бірақ та қазіргі күнгі ауылдық аймақтарда танымал қолдауға ие адамның былай жалпы портретін мен осы суреттеп отырмын. Мүмкін бастапқыда біз қателесіп популистерді сайлап алуымыз мүмкін. Бірақ та бұл эволюциялық жол. Біз өзіміз осы бетіміз күйіп, содан кейін нақты экономист, мықты қабілеті бар сондай адамдарды таңдаймыз. Бұл тек қана эволюциялық жолмен өтеміз. Одан басқа бізде басқа жолымыз жоқ. Мен осы табыс туралы, табыс шығысты көбінесе біз тақырып қой. Соны бір мәселені қозғайын деген, бізде осы жерден қоймалардан шыққан өндірістер көп қой. Соны ауылдық жерлерде осы мәселелерді көтереді. Бізде Павлодар облысы Баянауылда бірнеше көмір шығаратын карьерлер бар. Соның шаны, тозығы бәрі ауылдың шетіне жетеді. Бірақ ауылдың азаматтары оның ауыл көркею керек еді, сондай байлық бізден шығып отыр деп, сондай мәселе қойып отыр. Осы Ақмола облысында да сондай бір премьер бар. Бір рудниктен 50 миллион эмиссия, осы эмиссия кірілету үшін соған қаражат түседі екен. Соны ауылдың азаматтары осы облысқа сондай хат жолдады, депутаттар жолдады. Сол 50 миллион қаражат қазір ауылдық жерге пайдаланады. Бәрекелді. Сондықтан осы мәселені біз депутаттарымыз соны қолдауымыз керек. Қай жерде сондай үлкен осы зияндық келтіретін карьерлер болса, рудниктер болса, соның біраз қаражаты осы жергілікті халыққа түсу керек. Ол біз айтып ғой, әділдік қоғамды орнатып отырмыз. Сондықтан ол бір шешетін мәселе деп ойлаймын. Әділетті қоғам. Нұржан мырза, сіз жақсы нәрсе айттыңыз. Мына біз ылғи да көрерменге айтудан жалықпаймыз. Біздің парламент мәжілісінің депутаттары жалпы парламент қоғамдық бақылау туралы заң қабылдады. Өздеріңіз білесіздер. Қазір енді қоғамдық бақылаумен, мысалға Серік мырза, сіздің ауданыңызда дұрыс жұмыс атқарылмаса, ауданның бюджетінің жұмысына, аудандағы атқарылып жатқан жаңағы салынып жатқан мектеп, төселіп жатқан жол, аурухананың жұмысына мысалға сапасыз қызмет көрсетілсе, ауданның әкімінің тікелей жұмысына өзіңіз қоғамдық бақылаушы ретінде араласа алатыныңызды білесіз бе? Біз араласып жүреміз. Бізде аудан әкімшілігі жергілікті қоғамдық бақылаушы ретінде заңды түрде араласа аласыз. Бюджеттік саясатты тексере аласыз. Бюджетке бөлінген ақшаны солай емес пе? Біз оны көрерменге қабылданды, ол заңды биыл қабылданды. Ол көп талқыланған заң жобасы, өйткені қоғам болғандықтан кейін әртүрлі пікірлер, ұсыныстар болды бұл заң. Сондықтан да солардың бәрі ескеріліп, қабылданып, қазір қолданысқа енгізіліп отыр. Жалпы осы заң бойынша көп мәселелерді шешуге болады. Бұл қоғамдық бақылау. Екінші, парламентте қабылданған заң, ол мысалы жергілікті бюджеттерді тексеруге байланысты болды. Осы уақытқа дейін жергілікті бюджетті мына аудит жасайтын немене қаржы министрлігінде жергілікті бюджет тексеретін департамент бар, солар тексерді, онан кейін ревизиялық комиссиялар тексерді. Ал мына жоғарғы аудиторлық палата тексере алмады. Ол тек республикалық мекемелер тексерді. Қазір парламент осы республикалық бюджетпен қатар жергілікті бюджетті тексеруге құқықты осы жоғарғы аудиторлық палатаға да берді. Заң қабылданды. Бізге келген қаржы министрлігі болсын, экономика министрлігі болсын, осы кез келген маманның айтып зарлап келген, зарқақсап келген осы мәселе. Осы. Өйткені жаңағы ауданға барып есігін қағайын десеңіз сығалатпайды. Бұл тек жаңағы үлкен мекемелерге де қатысты. Жоғарғы аудиторлық палатаға бір үлкен қолына ұстатылған құлыптың кілті болып тұр ғой. Және коррупциямен күрес. Ол коррупциямен күрестің жалғасы ғой. Конституцияға өзгерістер енгізілді. Бұрын республикалық жаңағы бюджет тексеру бақылайтын палата болатын болса, қазір жоғарғы аудиторлық палата оған осындай депутаттардың ұсынысымен заң қабылданып, қазір қолданысқа енгізіліп отыр. Енді облыстық, аудандық, ауылдық бюджеттерді жоғарғы аудиторлық палата тексере алады. Рахмет. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қоссақ. Қайырлы түн, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Уағалейкумассалам. Тыңдап отырмыз. Бұл Ақтөбеден. Тыңдап отырмыз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Менің сұрағым жаңағы мына сөйлеп тұрған Серік бауырымның сөзін тірілтейін деп едім ғой.
Әр аудандық деңгейде де өзінің бюджеттерін бөліп береміз әр деңгейде деп жатыр ғой. Бірақ бюджет әуелі бір мақсатты жұмсалу үшін аудандық мәслихатпен келісіп отыр, ауданның әкімдері, әкімдер дегенде әкімшілік деген сөз коллегиальный орган, сондықтан бүкіл аппарат жұмыс істейді. Сондықтан бұлардың аудандық мәслихатпен келісіп отырған жергілікті стратегиялық даму жоспары болу керек. Сосын барып сол ұзақ уақыттық мерзімдік стратегиялық жоспары болу керек. Соған байланысты біртіндеп жүзеге асыру үшін ол қай деңгейде болмасын ақша қаралып отыру керек. Мен Серік деген бауырымды қостағым келіп отыр. Рахмет, қай деңгейде де қашанда. Енді сіздің сұрағыңызды мен жалғастырайын, бірден екі сұрақ қойғым келіп отыр. Қымбат спикерлер, жаңа біз айттық қой. Екінші деңгейлі өңірлерге мысалға 2 триллион теңге қаражат қалдыру қарастырылып отыр. Бұл үлкен мәселе. Жаңағы донорлық өңірлер, шығарып қойыңыздаршы. Донорлық өңірлердің беріп отырған қаржысын, донорлық өңірлер біз айтып отырған Атырау облысы, Ақмола, Алматы қалалары, бұлардың беріп отырған соңғы 10 жылдықтағы қаржысының өзі өте көп көлемде, тіпті кейбір міне Алматы қаласының берген миллиардтар ғой, соңғы 10 жылдағы беріп жатқан қаржысы өте көп миллиардтар. Кейбір облыстар соңғы 10 жыл бойы бұндай бюджет толтырмаған. Атырау, Маңғыстау, Астана, мінекей. Қымбат спикерлер, биыл шықпалды Маңғыстау бұл тізімнен. Қымбат спикерлер, жаңағы жергілікті субвенцияны азайтып, бюджетті өздеріне берсек, бюджет арасындағы өңірлердің дамуының арасында аспан мен жердей айырмашылық пайда болмай ма? Бұдан бөлек бізде Астана қаласын өздеріңіз білесіздер, биылдан бастап азаматтардың келуіне белгілі бір деңгейде шектеу қойылады ау деген әңгіме қозғалды, бірақ тоқтаған сияқты. Егер осылай жалғаса берсе, әлеуметтік экономикалық маргиналдануға апармай ма бұл жағдай? Мен жауап беріп кетейін. Жалпы негізі өңірлерді дамытуда, тағы да әлемдік тәжірибеге келсек, күштілерді барлығын біріктіру емес, теңестіру емес, күштілерді қолдау саясаты көбірек табыс әкеледі, дамуға келіп соғады. Сондықтан бұндай дербестік беріп, ақшаны жаңа түсетін қаражатты өздеріне берсек, жаңа біреу шарықтап, біреу төмендеп кетеді деген ондай факті болуы мүмкін. Бірақ болуы мүмкін, бұл қауіп бар ғой. Болуы мүмкін. Және бұл қауіптің арты ертең үлкен әлеуметтік наразылықтарға да әкелуі мүмкін. Жоқ, әлеуметтік наразылықтарға әкелмеу үшін үкімет барлығын тастап қоймайды ғой. Дербестікті берді, ақшаны берді. Ал қалған өңірлерді жаңағы критикалық инфраструктура дейді ғой, қажетті инфрақұрылым. Соны белгілі бір деңгейде, қажетті деңгейде ұстап, мемлекеттік қызметтерді, әлеуметтік қызметтерге қол жетімділікті теңестіріп отыру керек. Дербестік бір болады мырза. Экономикалық мүмкіндігі бар, потенциалы бар, әлеуеті зор өңірлерге ғана берілетін болып тұр ғой сонда. Ал субвенция, жаңағы өтіп отырған қолдау, қаржылық қолдау, трансферт жалғаса береді басқа өңірлерге. Мен дұрыс түсіндім ба сізді? Дұрыс түсіндіңіз. Барлығын теңестіру саясатынан қарағанда, жаңағы дербестік бергеніміз ол дұрыс. Жаңағы сіз айтып отырған үрейіңізде дұрыс, шарықтау болуды болады деген. Сіздікі де дұрыс болды. Мысалы, ондай Америкада да бар. Мысалы, Нью-Йорк шарықтап кеткенде, жаңағы орталық штаттар төмендеп кеткен. Немесе Германияда да бар. Мен сізге нақты мысал келтірейін. Біздегі жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыс мінекей. Солтүстік Қазақстан облысында 142 мың, Атырау облысында 2 есе көп, 313 мың. Түркістан облысында 75.867 теңге. Атырау облысының жан басына шаққандағы табысы 5 есе, 6 есе көп дейді. Мысалға, мен сізге қараңыз, Аустралия, ақш, Канадада бұл айырмашылық өңірлер арасында. Бәлкім Нью-Йорктан 1 есе көп болуы мүмкін, 1,5 есе көп болуы мүмкін. Әлбетте, әлемнің қаржы орталығы Нью-Йорк. Солай ғой, қаржы нағыз орталық. Әлемнің қаржы орталығы. Ал Аустрия, Канада, Берлин, Германияда бұл салыстырып қарасаңыз, анау басы мен мынау басының айырмашылығы ары кетсе 1,5%. Осы жан басына шаққандағы айырмашылықты біз бір деңгейге тым болмаса 1,5%, 1 есе деңгейге жеткізбейінше әлеуметтік теңдік туралы әлі әңгіме айту ерте сияқты.
осыны қалай теңестіреміз біз? Жоқ, Теңестіруіміз керек қой. Себебі шығыстағы қазақ пен батыстағы қазақ бірдей өмір сүру керек. Оңтүстіктегі қазақ пен солтүстіктегі қазақтың әлеуметтік жағдайы тең болуы керек. Орталық Қазақстандағы қазақ, Атыраудағы қазақты қалай түсінеді? Оның тауып отырған ақшасы 313 мың, жан басына шаққанда Қарағанды облысының азаматы 2 есе төмен 166 мың. Келісесіздер ме? Не істеу керек? Қалай теңестіреміз? Мен келіспеймін. Неге десеңіздер, біз әрбір өнерді алсақ, Қазақстан өнерін, салықтарды егер бұлай санасақ, бәрі түсетін болса, олар барлық региондар бізде өз-өзінді қамтиды. Тек қана кейбір региондар, жаңа айтып отырсыз, көбінесе мұнаймен айналысады. Олар табысты көбіректеу әкеледі, соны қосымша республика бюджетке түседі. Енді орталыққа да қаражат керек қой. Сондықтан осы субвенционный, біреу облыс субвенциясыз деген сөзді мүлдем айтуға болмайды. Неге десеңіздер, жаңа айтып отырмын ғой, егер жергілікті налогтар жинайтын болса, ол өздеріне жетеді. Солай ғой, Нұртай Салихұлы. Сондықтан біз мына бюджеттік қарым-қатынастарды орталық бізде Минфин бар, басқа органдар олар реттеп соны қарап жатыр. Сондықтан оны бұлай шағуға болмайды. Мен солай деп ойлаймын. Бүгінгі мәселе, біз әділетті бюджетті бөлу үшін көбіректер жергілікті халыққа беру, жергілікті бюджеттерге беру керек. Сондықтан халыққа басқа нәрсе айтып отырмыз ғой біз. Жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстың айырмашылығын айтып отырмыз. Олай бөлуге болмайды. Қалай, мысалы, Атырау облысындағы жан басына шаққандағы табыс 313 мыңда, Түркістан облысында 4 есе төмен мысалға. Бұл норм ба? Жоқ, олай бөлу дұрыс емес. Біз жан басына шаққандағы табысты айтып отырмыз, субвенцияны айтып отырған жоқпыз. Субвенция мүлдем басқа нәрсе. Бізде, допустим, басқа елдерді алсақ. Егер басқа елдер емес, Нұржан мырза, қараңыз, Түркістан облысының жаңағы субвенциясы 1 триллион, ең көп ақшалар. Жоқ, оларда енді табиғаты жақсы, сондықтан анда халықтардың саны көп. Басқа жерде өңірлерде білесіз ғой, мұнай бірақ та халықтың саны аз. Енді оны дұрыс болмайды ғой. Енді халыққа қолайсыз тұруға болған. Атырауда мұнай газ бар. Абай облысында газ да жоқ, мұнай да жоқ. Түркістан облысында 2 миллионнан астам халқы бар. Мысалы, Батыс Қазақстанда 700 мың халық бар шығар. Сондықтан да бұл осылай болғанмен де жаңағы бюджетті бөлетін кезде оның тетіктері қарастырылады міндетті түрде. Мысалы, көп жинайтын бюджеттен республикалық бюджетке алынатын болады ол. Ал енді бұл жерде тағы бір мәселе, мына ірі кәсіпорындар бар, ірі бизнес субъектілер дейді. Олардың ақшасының барлығы қазіргі кезде республикалық бюджетке түседі. Біз қазіргі кезде шағын және орта бизнестен түсетін корпоративтік салықты айттық, және содан түсетін болашақта ана қосымша құн салығын жергілікті бюджетке беру керек дейді. Сондықтан да бұл жерде салық кодексі арқылы, сонымен бірге мына жергілікті өзін-өзі даму арқылы, дамыту заңы арқылы бұл бәрі реттеледі. Бізде менің ойымша бір ғана шешімі бар. Ауылдық аймақтарды жоспарлауды Европамен салыстырып отырмыз ғой, европалық стандартқа өту керек. Яғни әрбір ауылдық округтардан бастап аудандарға экономикасының өзін-өзі қамтамасыз етуге қай уақытта қашан шығатын стратегиясын жасап шығару керек. Негізі Еуропада бүкіл ауылдық аймақтарының ұзақ мерзімді стратегиясы бар, экономикасы, әлеуметтік саласы, қоршаған ортасы секілді. Мысалы, бұл әртүрлі болады, адам саны бөлек. Сол себепті мысалы Түркістан облысына бұл экономикалық реабилитация уақыты 10 жыл болса, 10 жылдың ішінде ақырындап орталықтан субвенция азаю керек. Бұл жергілікті атқарушы билікке осы уақытта өзінің экономикасын тұрақтандыруға уақыты болады. Шығысқа мүмкін бөлек болуы мүмкін. Ол үшін қазір енді президент осы жолдауында айтты ғой, мемлекеттік жоспарлау жүйесіне өзгеріс енгізу керек деп. Менің ойымша мемлекеттік жоспарлау жүйесіне 7-ші деңгейлі стратегиялық документ ретінде аудандардың тұрақты даму стратегиясы деген ұғымды енгізу керек. 10, 20, 30, 40 жылғы ұзақ мерзімді стратегияны бекітіп, экономикасы қандай, әлеуметтік саласы қандай, қоршаған ортасы қандай екенін бекіту керек те, енгізіп жүзеге асыру керек. Рахмет, қымбатты спикерлер. Уақыт тауып тақырыпты тереңнен толғағандарыңызға алғыс айтамыз. Біз қазір ауыл әкімдерін сайлап жатырмыз. Енді аудан әкімдерін сайлауды жоспарлаудамыз. Аудан әкімдерін сайлау кезінде сайланушы да, сайлаушы да сақ болуы тиіс. Себебі сайланған адамның халық алдында жауапкершілігі бұрынғыдай емес, еселеп артады. Ал қазынаның сұрауы одан да көп.
Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.